Сәлеметсіздер ме әріптестер? Білім класс платформасындағы сабақ кестесі бойынша тақырыптарды қалай толтырамыз деген сұрақтар туындаған екен. Соны көрсетіп өтейін. Тақырыптық жоспарлау деген батырманы басамыз. Күнтізбелік жоспарымыздың тақырыптық кестесін құрамыз. ТЖ қосуды басамыз. Келесі параллель 10 сыныптарды таңдаймыз. Пән дүниежүзі тарихы, тілі, оқу тілі қазақ тілі және біз 16 сағат 1 тоқсанды толтырамыз. Тақырыбымыз мына жерде сағат санын қоямыз. 1 сағат. Сандық, жиынтық, аралау. Барлық тақырыптарды жазып болған соң сақтау батырмасын басамыз. Мінекей сәтті тақырыптық жоспар құрылды. Журнал батырмасын басамыз. Бүгінгі 10 Б сыныбының журналы ашылды. Толығырақ дегенді басамыз. Бүгін дүниежүзі тарихы. Толығырақ дүниежүзі тарихын аламыз. Бүгін 4 қыркүйек. Оқушыларды бағалаймыз. 4 қыркүйекке. Сабақ өткізу батырмасын басамыз. Бүгін Арыстан Айым жауап берді. Жайнанқан Айгерім жауап берді. Аружан жауап берді. Аружанға 8 балл. Бүгін Шөйіш оқушыға жауап берді. Неке бағаны осылай қоямыз. Журналды ол 90 аяқталғанда жабамыз. КТЖ-ға өту. Неке бүгінгі өркениет түсінігі. Бүгінгі тақырып осы. Қарапайым сабақ. Енді қарапайым үй тапсырмасы. Өркениет түсінігі тақырыбын оқып оқу. Және төмендегі батырманы басамыз. Үй тапсырмасын беру деген. Сәтті қарапайым үй тапсырмасы жарияланды. Менің кестем батырмасын басамыз. Мінекей, бүгінгі 10 Б сыныбындағы тақырыбымыз кестеге түсті және үй тапсырмасы берілді. Қате жазылып қалса үй тапсырмасы, оң жағын бассаңыздар, мынандай қаламның суреті көрінеді. Соны басып, неге қатемізді түзейміз. Қайтадан сақтаймыз. Қате болса түзетуге болады. Енді қайтадан сабақ кестесіне барайық. Менің кестем. Неке қатесіз жазылды. Сабақ кестесін осылай толтырамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Түсінікті деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.